GIF. Ағылшын тілінен аударғанда беру, тарату деген мағынаны білдіреді. Бұл Instagram әлеуметтік желісінде тіркелушілер санын көбейту мақсатында өткізілетін ұтыс ойыны. GIF ойнатудың діни пәтуасы қандай? Негізгі шарты Instagram'дағы бірнеше парақшаға тіркелу. Сондай-ақ хабарламаларды қара, репост жаса, пікір қалдыр деген сияқты басқа да талаптар болады. GIF ойындарын ұйымдастыру әрі оған қатысудың шариғаттағы үкіміне келсек, оны төмендегі екі жолмен қарастыруға болады. Бірінші, ойынға қатысу үшін тіркелушілер тарапынан кіру жарнасы алынса, немесе бір өнімді сатып алуды шарт қойса, ол құмар болып саналады. Ал шариғатта құмар ойындарына тыйым салынған. Түсінікті қылайық. Кейбір кәсіпкерлер біршама айлакерлік танытып, белгілі бір соманы төлеуді емес, белгілі бір өнімдерді сатып алуды шарт етеді. Мұндай конкурсқа қатысудың рұқсат етілуіне тыйым салынуы қатысушы адамның ниетіне байланысты. Егер тауарды ұтысқа қатысу мақсатында сатып алса, онда шариғатта тыйым салынады. Ал сатып алушы өзіне қажетті тауарды сатып алу барысында ұтысқа қол жеткізіп жатса, оның оқасы жоқ. Екінші, егер парақшаға тіркелушілерден ешқандай кіру жарнасы алынбаса, әрі ұтыс демеушілер тарапынан қойылса, онда рұқсат етіледі. Бірақ төмендегі шарттар орындалуы тиіс. Репост жасау керек болған парақшада шариғатта тыйым салынған нәрселер, фото, видео, мәтін болмау керек. Ұтыс сыйлығы харам зат болмау керек. Демеушілердің беретін қаражаты мен ұйымдастырушының алатын ақысы анық әрі нақты болу керек. Ұйымдастырушы тарап қанша адам жазылатынын нақты әрі ашық айту. Уәде етілген тіркелушілер санын жинап бере алмаса, жиналған адамның санына қарай қаражатты демеушілерге қайтарып беру керек. Себебі келісім шарт нысаны дау тудырмайтындай анық әрі нақты болуы тиіс. Қайшы жағдайда келісім шарт дұрыс болмайды. Конкурс өткізуде алдап арбау, алаяқтық сынды әрекеттер және тіркелушілерге қиянат жасалмауы тиіс. Үкім. Бірінші, GIF ойынында парақшаға тіркелушілер тарапынан кіру жарнасы алынса, немесе бір затты сатып алу шарты қойылса, ондай конкурсқа қатысуға тыйым салынады. Одан тапқан табыс шариғат бойынша харам болады. Екінші, тіркелушілерден кіру жарнасы алынбаса, және ұтыс демеушілер тарапынан қойылса, шариғат бекіткен шарттар толықтай орындалса, ол ойынға рұқсат етіледі. Ескерту. Қазіргі таңда көптеген ұтыс ойындарында шариғат бекіткен шарттар толық орындалмайтынын ескерген жөн. Сондықтан мұндай ойындардан сақ болу керек. 5 қазан 2021 жыл. Мұнара газеті.